Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 132-ші сабақты қарастырамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектерді баған түрінде есепте, олардың мәнін өсір өтімен қойсаң, төмендегі өлең жолдарын жазған ақынды анықтай аласың. Төмендегі өлең жолдарына назар аударайық. Су деген тіршіліктің қаны емес пе? Су деген табиғаттың жаны емес пе? Су жоқ жерде өмір жоқ, ол ақиқат, күміс су қара жердің сәні емес пе? Бұл өлеңнің авторы Мәриям Хакімжанова екен. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Амалдарды баған түрінде жазып, өрнектің мәнін тауып шығамыз. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Алғашқы шыққан кір жуғыш мәшине бір рет кір жуу үшін 120 литр су жұмсады. Қазіргі мәшине 10 рет кір жууға қанша литр су жұмсаса, алғашқы мәшине 4 рет кір жуу үшін сонша литр су жұмсады. Қазіргі кір жуғыш мәшине бір рет кір жуғанда неше литр су жұмсайды? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Алғашқы кір жуғыш мәшине бір рет кір жуғанда 120 литр су жұмсайды екен. 4 рет кір жуғанда неше су жұмсайтынын тауып аламыз. Одан кейін барып қазіргі машинаның бір ретте неше су жұмсайтынын табамыз. Ол үшін 120-ны 4-ке көбейтіп, алғашқы мәшине 4 рет кір жуу үшін қанша литр су жұмсайтынын тауып аламыз. Яғни алғашқы мәшине 4 рет кір жуғанда 480 литр су жұмсайды екен. Ал қазіргі кір жуғыш мәшине 10 рет кір жуғанда 480 литр су жұмсайды екен. Қазіргі кір жуғыш мәшиненің бір рет кір жуғанда неше литр су жұмсайтынын табу үшін 480-ді 10-ға бөлеміз. Сонда 48. Яғни қазіргі кір жуғыш мәшине бір рет кір жуғанда 48 литр су жұмсайды екен. Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Динамо қауызына 120 бала келеді. Дельфин қауызына Динамо қауызына қарағанда 3 есе бала артық келеді. 2 қауызға барлығы неше бала келеді? Алдымен 120-ны 3-ке көбейтіп, дельфин қауызына қанша бала келетінін тауып аламыз. Яғни дельфин қауызына 360 бала келеді екен. Енді барлық баланы табу үшін 120-ға 360-ты қосамыз. 480 болады. Яғни 2 қауызға барлығы 480 бала келеді екен. Келесі есепке назар аударайық. Театрға 360 бала келді. Бұл ересектерге қарағанда 3 есе кем. Театрға ересектерге қарағанда неше бала кем келді? Ол үшін 360-ты 3-ке көбейтіп, ересектерді тауып аламыз. Яғни балалар 3 есе кем келсе, ересектер 3 есе артық келді. Ересектер 1080 болды. Енді 1080-нен 360-ты аламыз, 720. Яғни театрға 720 бала кем келді. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Әлия мен Сырым әр отбасы бір тәулікте қанша литр су жұмсайтынын анықтау үшін зерттеу жүргізді. Сырымның отбасында 4 жан, ал Әлияның отбасында 3 жан бар. Сырым бір тәулікте 74 литр су жұмсайды екен, Әлия бір тәулікте 60 литр су жұмсайды. Сырымның отбасындағы 4 адам бір тәулікте қанша су жұмсайтынын анықтаймыз, және Әлияның отбасындағы 3 адам бір тәулікте қанша су жұмсайтынын анықтаймыз. Ол үшін 74-ті 4-ке көбейтеміз, 296. Яғни Сырымның отбасы бір тәулікте 296 литр су жұмсайды екен. Келесі 60-ты 3-ке көбейтеміз, 180. Әлияның отбасы бір тәулікте 180 литр су жұмсайды екен. Келесі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Өрнектерді салыстыр.
яғни өрнектердің мәнін тауып алып, салыстырамыз. Енді келесі тапсырмада теңдеулерді шешеміз. Келесі 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Бос орындарды толтырамыз. Достар, бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар.